Бүгін корейский кимпап жасадым. Ким дегеніміз балдыр, пап дегеніміз күріш. Екеуінің қосындысы кимпап болады. Екеуінен бөлек өзіңіздің ұнататын заттарыңызды қоса берсеңіз болады. Ең алдымен күрішімізді пісіріп, рисовый уксус қосып, оны суытып қоямыз. Кішкене суығаннан кейін күрішті осылай жұқа қылып, киімнің үстіне жайып шығамыз. Одан кейін мен тунец қостым, ол консервіленген балық. Одан кейін қуырылған жұмыртқа қостым. Кейін свежий огурцы және қуырылған сәбіз қостым. Енді аккуратно орау керек. Мынандай коврик специальный сушиға арналған, өте ыңғайлы екен. Осылай басып тығыз орап шығамыз. 1-2 минутта кимпап дайын. Кимпапты одан да дамды қылатын секретный ингредиент күнжіт майы. Карістердің көп тамағына қосылатын сондай ерекше дәмді май. Жақсылап майлап болғаннан кейін 10 минутқа қалдырып кетемін. Мен сразу кесемін деп бірінші кимпаптың быт-шытын шығардым. Екіншісін 10 минуттан кейін кескен едім, нормальный болып шықты. Сонымен үйдің дәмді және тойымды кимпабы дайын болды. Енді дәмін көрейік. Өте дәмді, керемет болып шықты. Айтпақшы, біреуіне сыр қосқан едім, вообще күшті болды. Жоғалтып алмау үшін рецепті сақтап қойыңыз, міндетті түрде үйде жасап көріңіз.